Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен сөзсіз дәмді әрі өте тойымды болып шығатын, ашытқысыз тез дайындалатын пиццаның рецебін бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Қамырымызға қажетті құралдар: ұн, тұз, қопсытқыш, жұмыртқа, майонез, қант, қаймақ және жылы су кішкене қажет болуы мүмкін. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне қантымызды және қопсытқышымыз бен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне бір жұмыртқамыз бен қаймағымызды және майонезімізді салып, қамыр илеуді бастаймыз. Егер қамырымыз қаттылау болса, онда кішкене жылы су құйып илейміз. Маған жылы су қажет болмады, сондықтан осы құраммен иледім. Қамырымыз дайын болды. Енді салмасын дайындағанша бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына қияр, қызанақ, сүт, шұжық, ірімшік және жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен қиярымызды жақсылап видеодағыдай көбіктеп турап аламыз. Кейін қызанақтарымызды тураймыз. Және шұжықтарымызды да көбіктеп турап аламыз. Екі пицца дайындайтын болғандықтан ірімшігімізді екіге бөліп дайындап қоямыз. Енді соусын дайындаймыз. Оған кетчуп, майонез және сарымсақ қажет болады. Ең алдымен кетчупымыз бен майонезімізді бір ыдысқа салып араластырып аламыз. Кейін үстіне сарымсақтарымызды үккіштен өткізіп, тағы да бір араластырамыз. Егер отбасыңызбен ашыны қатты ұнатпасаңыз, ол кезде 1-2 сарымсақты ғана үккіштен өткізсеңіз болады. Біздер ашы болғаны ұнатамыз, сондықтан 4 сарымсақ қолдандым. Пиццамыздың соусы дайын болды. Дәл осындай әп-әдемі болып шығады. Противенімізге пергамент салып дайындап аламыз. Біздің қамырымыз сәл әдемі болып көтерілді. Енді жұмыс жасауға дайын. Ең алдымен кішкене ұн сеуіп, қамырымызды бір елеп формаға келтіріп аламыз. Кейін 2 бөлікке теңдей бөліп алып, бір бөлігін қалдырып, бір бөлігін алып қоямыз. Енді қамыр жаюға кірісеміз. Пиццаның пішініне келтіріп, дөңгелек етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді ақырындап противенге орналастырамыз. Және қамырымыздың жиектерін дәл осы видеода көрсетілгендей дөңгелетіп қайырып шығамыз. Қамырымыз жиырылып қалса, қолымыздың көмегімен дәл осылай жайып шығуға болады. Енді үстіне 3 ас қасық соусымызды құйып, барлық жеріне жеткенше жақсылап жағып шығамыз. Кейін үстіне қиярымыз бен қызанағымызды барлық жиектеріне жеткенше жақсылап салып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен барлық салмасын кішкене етіп көбіктеп турадым. Неге десеңіздер, пиццамызды жеген кезде өте ыңғайлы, еш жерге шашырып тұрмайды және жинақы болып тұрады. Сондықтан дәл осылай турадым. Енді шұжықтарымызды саламыз. Видеода байқасаңыздар, мен тек жарты бөліктерін салып жатырмын. Өйткені бұл құраммен біз 2 пицца жасайтын болғандықтан, бір пиццаға жартысын, екінші пиццаға қалдырамыз. Енді бір пиццамызға бір жұмыртқа мен кішкене тұз қосып, үстіне жарты сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Және осы сұйықтығымызды пиццамыздың үстіне құйып шығамыз. Сіздер сүт қоспай-ақ 2 жұмыртқа қолдансаңыздар да болады.
Міне біздің бірінші пиццамыз да дайын болды. Екінші пиццамызды да дәл осылай жасап шығамыз. Пиццаларымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Дәл осылай әдемі болып көтеріліп пісіп жатыр. Дәл осылай пиццамыз қызара бастағанда пешімізден алып, үстіне ірімшігімізді үккіштен өткізіп шығамыз. Және қайтадан пешке 1-2 минутқа жібереміз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Енді дәл осы ыстық күйінде отбасымызға ұсынамыз. Өте тойымды әрі сөзсіз дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.